Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Көптеген көрермендеріміз комментарийде жазыпты. Бұзауларға қандай шөп берген дұрыс, жем берген дұрыс па кішкентай кезінен бастап. Қалай бұзауға күтім жасауға болады, бұзауым арықтап кетті деп, бұзаудың тышқаға ұруы туралы көптеген сұраныстар түсті. Сол себепті осы бұзауларға қатысты видео түсірейін деп отырмын. Оларды қалай күтім беріп, қалай күтім көрсетіп, асырау керегін, қарау керегі туралы бүгін видеомыз болатын болады. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бізде дәл қазіргі сәтте 3 сиырымыз туды, 3 бұзау бар осындай. 2 ұрғашы, 1 еркек. Бұл бұзаулар күндізгі орны болса, сіздерге сыртынан көрсететін боламын. Себебі не үшін бұл жерде қыстап отырмыз барлығын. Мына жақтан күн түсіп тұрған кезде бұзаулардың күндіз түні күн түсіп тұрады. Кешкі сағат 6-ға дейін, малды қамар уақытқа дейін осы жерде күнші уақытта тұрады. Қазір сағат 4 болғандықтан кешкі бұларға қазір онша күн түспей тұр. Бірақ негізі таңертеңгі кезде мына жақтың бәрі күнші уақыт болып, осылай жылы болып тұрады. Ол себепті бұзауды арт жағы жабық, бораннан қорғайтын батыста алды ашық қып, осындай қора жасаймыз. Бұндай қорада ұстауға кеңес беремін, себебі жел айналымы да, ауа ауысымы да, және бұзаудың да күннен жақсы бұзаулар өседі, және бұзауға жылы болады. Мына жақта бізге бұзауға шөп беретін, шөп салатын ақыр жасап қойдық. Бұл жерге жоңышқа шөп саламын. Ол кішкене сарғай кеткен жоңышқан асты жағы болғандықтан бұны аударып қоямыз. Сонда бұлар жақсы жейді. Асты жақтарында жеу керек. Сол себепті осылайын аударып қоямыз. Міне осылайынан жеп жатыр. Кешкісін қазір бұларға 1,5 шашқа жем береміз. Бұл дегеніміз 3 килограмм жем. 3 килограмм жем, әрқайсысы 1 килограммнан жейді. Одан көп берсек жемінен қайтып бұзаудың іші кеуіп, немесе алып қалуы мүмкін. Сол себепті 1 килограммнан жем береміз бұзауларымызға. Осындай жоңышқа шөп береміз. Неғұрлым құнарлы шөп берсек, бұзаудың иммунитеті жақсы болып, тезірек өседі. Сонда сіздер алдыңғы видеода көрсеткендей сиырды сауған кезде бұзауға көп сүт қалдырмай-ақ қойсаңыздар да болады. Осылайынан шөп жеп, олар өз күндерін көре береді. Ал қорамыздың екінші бөлігі мынандай сабан, астына сабан төсеп тастағанбыз. Асты кебу бұл қораның, осы бетінде осындай сабан. Бұзаулар осы жерде жатады, демалып, күндізгі уақытта бұл қора күндізгі уақытқа арналған. Осылайынан бұзауларымызды күндізгі уақытта осы жерде ұстаймыз. Қазір сіздер кешкі уақыттағы қорасын көрсететін боламын. Кешкі сағат 6-7-ге таман бұзауларымызды үйшікке қамаймыз. Сіздер үйшікте көрсететін боламыз. Қойларымыз үйшіктің кіре берсіңіздер. Мына жақта бұзау. Үйшік, кішкентай терезесі бар. Бұл жылы есіктерінің бәрі қапталған. Осындай жылы қора. Келесі видеода сіздер комментарийге жазыңыздар. Үйшіктің қандай ұзындығын бәрін егер керек болса осындай салу сіздерге. Орысша теплица дейді үйшікті. Осындай керек болса сіздерге жаза кетіңіздер комментарийге. Міндетті түрде видео түсіріп, қаншадан қанша ұзындығы, ені барлығын сіздерге түсіріп жіберетін боламын көрсетіп. Мынандай үйшікке де осындайын ақыр жасап қойғанбыз. Бұзауларына жерден аузымен тартып, шөпті алып жей береді. Мына бізде бақшаның шөбі жұмсақ жоңышқа араласқан. Осыны кешкіге сап қоямыз. Кешкісін осыны жеп тұрады. Сонда бұзауымыз күндіз түні шөп жеп, бір қалыпты өсім үстінде болып тұрады. Әрдайым үйшіктің асты полданған, оның бетіне осындайдан полдың орталықтарын біз осындай ағаштан салдық. Орталарын ашып бұзау сисе астына ағып кететіндей, оның бетіне осындай сабан төсеп тастадық. Содан осындай жылы қора болды. Төбесі ағашпен қапталған, оның үстіне лай құйылған. Лай дегеніміз мынандай батпақты езіп алып, сумен соның төбесіне құйылған. Онда ауа өтпейді, жылы болады. Үйшігімізде мынандай свет бар. Мына жағында бір терезе. Шыға беріс жағында күн түсу үшін кішірек терезе жасап қойғанбыз.
Үйшігіміз осындай 2 бөлімнен тұрады. Мына жаққа қолтылақ қамасаңыздар болады, мына жаққа бұзау қамасаңыздар осылайынан қамап отырамыз. Бұл жерде бұзаулар кешкі уақытта, сағат кешкі 6-дан таңғы сағат 7-8-ге дейін аяз сынып күн жылығанға дейін осы жерде тұрады. Бұзау өксе келе, оны үйшіктен басқа кішкене салқындау ораларға ауыстырамыз. Себебі үйшіктен уже бұзау кейін ыстықтап, ыстық жей бастағандықтан басқа салқын қораға ауыстырамыз бұзауымызды. Достар, осылайынан бұзауларыңызға күтім жасаңыздар, дұрыстап қарасаңыздар, бұзауларыңыз денсаулығы жақсы болып, ірі болып, жақсы өседі. Бұзауларымыз осылайынан қазір қарап жатырмыз. Сіздермен болған Агро каналы. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Тағы да комментарий жаза кетіңіздер. Қандай сіздерге дәрілер туралы керек, қандай аурулар, сұрақтарыңыз болса, барлығына видео түсіруге тырысамыз. Келесі видеода кездескенше.